Сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Адамның көңіл күйі денсаулыққа әсерін тигізетінінен хабарыңыз бар ма? Денсаулықтың салауатты өмір салтымен, генетикамен және ағзадағы ауытқушылықпен байланысы барын білеміз. Алайда ішкі ағза мен көңіл күйдің арасында біз біле бермейтін қандай байланыс бар? Көңіл күйді бір қалыпта ұстаудың пайдасы ұшан теңіз. Эмоциясын басқара алатын адамның жетістікке жылдам жететінін ғалымдар дәлелдеген. Отбасы жағдайлары, жұмыстағы мәселелер, қаржылық қиындықтар психологиялық күйге қатты әсер етеді. Жалпы барлығымыз күн сайын түрлі көңіл күйді бастан өткереміз. Ашулану, қызғаныш, қобалжу, шектен тыс қуану, қорқыныш, күйзеліс, күмәндану және тағы да басқалары ағзаға түрліше әсер етеді. Ашулану. Ашу адамның ырқына бағына бермейтін күш. Нәтижесі сізге моральдық қиындық пен жағымсыз көңіл күй сыйлайды. Ашуды ақылға жеңдіре білу денсаулыққа пайдалы. Көбіне ашуланудың арты ауруға душар еткізеді. Атап айтқанда, жүрек қан тамыр ауруларының пайда болуына жол ашады. Сонымен қатар ашу адамның логикалық ойлау қабілетін тежейді. Ашулану қан тамырларының тарылуына, жүрек соғысының жылдамдығына, қан қысымының көтерілуіне әкеп соғады. Ғылыми деректерге сүйенсек, ашуланғанда инфаркт алу мүмкіндігі 8 есеге дейін ұлғаяды екен. Мазасыздық. Жиі мазасыздану денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Алаңдау көк бауыр мен асқазанның жұмысын төмендетеді. Сіз алаңдаған кезде денеңізде химиялық реакция жүреді. Нәтижесінде жайсыздықты сезесіз, әрі асқазаныңыз сыр береді. Алаңдау мен мазасыздық диарея, жүрек айнуы және де басқа да созылмалы ауру тудыруы мүмкін. Шектен тыс мазасыздану қан қысымының көтерілуіне, иммунитеттің төмендеуіне және ерте қартаюға әкеледі. Сондай-ақ ұйқыңыз бұзылып, дел-сал күйге түсуіңіз ғажап емес. Қайғыру. Бұл эмоция түрімен ұзаққа дейін күресесіз. Дәрігерлер адамзатты қайғыға салынбауға шақырады. Себебі мұңаюдың көп зардабы бар. Қайғы мен мұң өкпе жұмысын нашарлатады. Тез шаршауды тудырады, әрі тыныс алуды қиындатады. Тыныс алудың табиғи жолын бітеп, өкпе мен бронхқа күш түсіреді. Қайғыға берілген кезде ауаның өкпеге жету жолы тарылады. Бұл астма мен бронх ауруларына әкелуі мүмкін. Депрессия мен меланхолия кезінде іш қатады. Қандағы оттегінің деңгейі төмендейді және теріні бұзады. Күйзеліске түскен кезде баланс жоғалады. Адам жылдам салмақ қосып немесе жылдам арықтауы мүмкін. Қайғырсаңыз, өз-өзіңізді тежеудің қажеті жоқ, жылап алыңыз. Мұндай көңіл күйде ең дұрыс шешім осы. Күйзеліс. Әрбір адам күйзеліске әртүрлі жолмен төтеп береді. Күйзеліске жиі ұшырасаңыз, қан қысымыңыздың жоғарылауы, астма, асқазан жарасы және ішектің тітіркену синдромы пайда болады. Күйзеліс кезінде жүрек ауруларының пайда болу көрсеткіштері жоғарылайды. Қан қысымы және қандағы холестерин деңгейі артады. Сонымен қатар, зиянды әдетке тез үйренуге әсерін тигізеді. Физикалық белсенділіктің төмендеуі және тамақтану режимі бұзылады. Бұдан басқа да ауруларға кезігіп қалуыңыз мүмкін. Мәселен, шаштың түсуі, терінің құрғауы және ауыздың айналасындағы бөртпелер пайда болуы мүмкін. Психологиялық мәселелер, ұйқысыздық, жайсыздық, бас ауруы, гипертония және жүрек қан тамыр аурулары, иық пен мойын тұсының ауырсынуы, жүйке тіндерінің және арқаның ауруы, терідегі бөртпелер, псориаз және экзема пайда болуына әсерін тигізеді. Қорқыныш. Қорқыныш бүйрек пен репродуктивті жүйенің жұмысын бұзады. Қорқыныш зәр шығаруды жиілетіп, бүйрекке күш түсіреді. Сондай-ақ қорқыныш бүйрек үсті бездерінің ағзаға зиянды күйзеліс гормондарын бөлуді қамтамасыз етеді. Қатты қорқу бүйрек үсті безінің, бүйректің және төменгі ішек ауруын, зәр шығару жолдарының ауруын тудыруы мүмкін. Қорқыныш әсіресе балаларға қауіпті. Аталған эмоция балаларда жайсыздық тудырып, өзіне деген сенімділіктен айырады. Тітіркену және жек көру. Жек көру мен тітіркену ішек жұмысына, кеуде ауырсынуына, жүрек соғысының жиілеуіне әкеп соқтырады. Жиі тітіркенетін адамның терісі қартаюға бейім болады. Тітіркену бауыр жұмысына тікелей әсер етеді. Егер адам біреуді жек көрсе, ағзадағы бауыр мен өттің қабынуына әкелетін молекулалар бөлінеді екен.
Қызғаныш тікелей миға, бауырға және өт жұмысына әсер етеді. Сондай-ақ ойлау қабілетін бәсеңдетіп, көру қабілетін нашарлатады. Сонымен қатар қызғаныш үрейге, күйзеліске, иммундық жүйенің әлсіреуіне, өттің қабынуына, қан қысымының көтерілуіне, ас қорытудың бұзылуына, ұйқысыздыққа әкеледі. Бұдан бөлек денсаулыққа қобалжудың да кері әсері бар. Қобалжу ас қорыту жүйесіне зиянды. Шектен тыс қобалжу тұқым қуалайтын ауруларды өршітуі мүмкін. Қай жағынан алып қарасақ та, көңіл-күй денсаулықпен тікелей байланысты. Оның ішінде жүрекке әсері күшті. Жыл сайын әлемде 17 миллион адам жүрек ауруынан көз жұмады. Сондықтан эмоцияны тежей біліп, көңіл-күйді бір қалыпта ұстауды үйренейік. Құрметті көрермендер, егер де видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алда әртүрлі денсаулыққа пайдалы кеңестер мен қызықты деректер ұсынатын боламын.